Баршаларыңызға сәлем. Шаймен ішуге өте дәмді восточный пирогын дайындайтын боламыз. Бізге қажетті бір жұмыртқа, қантымызды салып, араластыра отырып, бөлме температурасына сары майымызды салып, қантымыз ерігенше араластырамыз. Ұнымыз жоғары сұрыпты болу қажет. Ұнымызды електен өткізіп, бір шай қасық қосқыш саламыз. Енді қолдың көмегімен қамырымыздың басын біріктіріп, қамырымызды илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болу қажет. Қолға жабыспайтын песочный қамырымыз дайын. Мендегі форма асты-үсті алынатын 24 диаметрлік форма. Қазір осыған қамырымызды салып, бортиктерін шығарып, қолдың көмегімен жайып шығамыз. Песочный қамырымызды формаға орналастырып болды. Енді шанышқының көмегімен үстін тесіп шығамыз. Енді кепкен жемістерімізді, жаңғақтарымызды біртіндеп салып шығамыз. Бір банка сгущенкаға бір ас қасық крахмал салып, жақсылап араластырып, начинкамыздың үстіне құйып шығамыз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градусқа 25 минутқа пісіріп аламыз. Піскесін бірден формадан босатпаймыз. Бөлме температурасында суытып, сосын барып холодильникке 2-3 сағатқа қалдырамыз. Пирогымыз дайын. Жасап көріңіздер, ас болсын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.